басың беске таяқ болды. Наурыз айын қарсаңында сен қазақтың төрт түлігі жылқы малымен таныстырайын, иә? Жылқы білесің бе? Онда жүр, мен сені жылқымен таныстырайын. Мынау қамшы, қолыңа ұстай бол. Міне өзі бе? Міне екі жүр. Ал басындағы жүген дейді. Ұмытпай, иә, мына осындайын жүген дейді. Мына тізгіні. Қанғанды құдай сақтайтын. Мынау зөңгі. Мынау барлығы ер тоқым деп атылады. Мынау тоқымы астындағысы. Мынау тартпа деп айтады. Мынау жаубық дейді. Бұны атты бәйгеге баптағанда кигізеді бұны. Мына зөңгіге аяқ салып мінеді. Мінгенде аяқтың ұшымен салу керек. Араты кіріп кетуі мүмкін аяқ, сондықтан ұшын саласын аяғын. Бәрі көршкені баған. Бұл тізген дейді. Қой. Үйренгенше ер тоқымды ұстайсың. Жетекте болса үйретемін. Күрме деген байлау әдісі бар. Бұлайынан, міне, үйретейін. Осылай байлайсың. Күрме байлайсың. Шешуге де оңай. Жылқы да қашпайды. Кеттік па? Үй ораңызы. Ал қызым, шашындар уақытта жинап өріп қой жасыма. Қазақ қыздары міндетті түрде шаштарын өріп жүру керек. Абылқайыр жылап жатыр ма? Барып бесікке орап, сен ona қарай тұр. Жарайсың балам, керемет. Атқа мінген жақсы ма? Ұнады ма саған? Отыра ғой. Саған ер тоқымына арналған төртбешен астына жылы болсын дедім. Жолың әр уақытта ашық болсын. Бақытты бол, өмірі мәнді, баянды болсын. Рахмет, аласың.